армысыздар, құрметті көрермендер. Қанша елдің тілін білсең, сонша түрлі ілім аласын деп дана халқымыз айтқандай, Талғар қаласының орталығында орналасқан Тұрар Рысқұлов атындағы номер 9 орта мектептің лингвист шет тілдер бірлестігіне саяхаттауға шақырамын. Өткен оқу жылының жетістіктері мен кемшіліктерін саралай отырып, 2020-21 оқу жылының басында бірлестіктің алға қойған мақсаты мемлекеттік тілмен қатар шет тіл мәдениетін, сөз байлығын, сөздік қорын дамыту, өзге елдің тілін, мәдениетін, салт дәстүрін, әдет-ғұрпын құрметтеуге тәрбиелеу. Осы мақсатты жүзеге асыруда мынадай міндеттерді атқарудамыз. Оқушылардың білімі мен біліктілікті, дағдыны сапалы игеруді қамтамасыз ету жолында оқу дамыту ортасын құру. Қазіргі заман талабына сай, оқушылардың тілдік дағдысын жан-жақты тереңдету арқылы оқушылардың ізденімпаздық қабілеттерін дамыту, дарынды оқушылармен жұмысты жандандыру. Осы мақсат міндетті көздеп, жұмыс жасайтын бірлестік мүшелеріне сөз берейік. Ақмалықызы ағылшын тілі пәні мұғалімі. Өзге тіл өмірге өзгеше қарау дегендей, ұстаздық ұстанымы шәкірттеріне ағылшын тілінде білім беру арқылы өмірге кеңінен және рухани сауатты қарауға дағдыландыру. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімі Маныспаева Шайзада, еңбек өтілім 32 жыл, педагог зерттеушімін. Менің ұстанымым басқа тіл өмірдің басқа көрінісі, яғни басқа тілді игеру әлемдік білім кеңістігіне жол ашу. Мен Психема Шолпан Битенбаева, орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Мен ұстаздым. Мен дүниедегі ең сауапты кәсіппен айналысамын. Бар адамдар, ғұлама да, дана да, шебер де, басшы да, көсем де біздің қолымыздан шығады дегендей. Мен сауапты тұлға қалыптастыруды ұстанамын. Мен орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Дүкенбаева Алима. Еңбек өтілім 16 жыл. Педагог, сарапшымын. Өмірлік ұстанамым тіл үйрену үшін қажеттілік не мәжбүрлік емес, шынайы қызығушылық болуы маңызды. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімі Базарбаева Дилара Әбдібаевна. Еңбек өтілім 8 жыл. Педагог, модератормын. Өмірдегі ұстанымым төзім, сабыр, еңбек пен тек қана алға. Білім мен тәрбие ұстанымын ұстанған ұстаздар жыл бойы бірлесе жұмыс атқаруда. Бірлесіп атқарылған жұмыс барысын көру үшін бірлестіктің орталық бекетіне аялдайық. Қыр сыры мол қиын жолда талмаған пен еңбек етіп самғаған шәкірттерге өзге бірлесе білім әлемін шарлаған бірлестіктің оқу білім бекетіне аялдайық. Ұстаздықтың ауыр жүгін көтеріп, оңашада ойға баттық ой өріп, алдымыздан қанат қақты саңырпақ, еңбегіміз жүрді әркез өтеліп, деп еңбек етіп жүрген бірлестік мүшелері тек білім берумен шектеліп қоймай шәкірттерін тәрбиелеу ісімен де айналысады. Ұстаз шебер қисықтарды жөндейтін, тентектерді ақылменен емдейтін, болса дағы малға кедей өмірде шәкірттерін бар байлығым сен дейтін деп сынып жетекшілік қызметтерін де белсенді атқаруда. Бірлестіктегі 8 қырлы, бір сырлы ұстаздың жетістіктер бекетіне аялдасақ. Асау жүрек жабығып алқынбасын, ойымызға біткен білім сарқылмасын, шыңға біткен шынардай биіктерден нәтижеміз еленіп, орын алсын деп, үнемі мәртебеміз асқақ, рухымыз биік, бірлігіміз жарасып, әлі де талай жетістікке қол жеткіземіз. Көп тілді білу сырлы әлем құлпының кілттеріне ие болу демекші, шет тілдерін үйрету арқылы шәкірттерімізге
әлем кілттерін ұсынудан шаршамаймыз. Назарларыңызға рахмет.